шайды баппен құйған келінге қариялар ризашылық білдіріп, батасын береді. Осы келген келіннің қадамы қайырлы болсын, құтты болсын, өніп өссін, өзі де өніп өскен жерге келіп түсіп тұр. Халқының қалаулысы, елінің елеулісі болсын, бақытты, дәулетті, мал жанын қатарының алды болсын. Балам бақытты, міне өмірің ұзақ, денің сау болып, әрқашан осы мына алтын бесікте әлді ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Ақжаулықта анасын, көпті көрген дана қариясын құрмет тұтқан қандастарымыз жиын тойларда халқымыздың әдет ғұрпын үнемі дәріптеп отырады. Әсіресе жиналған қауым алдында және дастархандағы табақты иіліп алғанда жасалатын жас келіннің сәлем салу салтының орны бөлек. Бұл босаға аттаған жастың үлкенді сыйлай білетіндігін, әрі әдептілігін білдіреді. Ұлын ұя қызын қияға қондырған қазақ халқы бала тәрбиесіне ерекше мән беріп отырған. Үшқұдық ауданына қарасты Мыңбұлақ ауылында 157 отбасы тұрады екен. Мұндағы қазақ ағайындарымыз негізінен қой шаруашылығымен айналысады. Өскелең ұрпақтарының бойына ұлттық салт сананы жастайынан сіңіріп, олардың қазақи мінездерін қалыптастырған қандастарымыз атамекеннен жырақта жүрсе де, қазақ тілінің қаймағын бұзбай сақтап келеді. Композитор Шәмші Қалдаяқовтың тамды аруы тап осы ауылда дүниеге келген екен. Бұрымды Мыңбұлақта туған ару, сол жердің 1001 бұлағындай деген жыр жолдары осы жердегі Ақсұлу атты қазақ аруына арналған деседі. Өйткені бұл жақтағы әйел аналардың қолынан шыққан қолөнер бұйымдарын көргенде, әнге арқау болған ардақты жандардың он саусағынан өнер тамған шебер болғандығына ешқандай шүбә келтіре алмайсыз. Киіз үйдің барлық жабдығын өз қолдарымен дайындап, безендіретін қазақ әйелдері ұлттық өнерді жаңғыртып, заманға сай жалғастырып отыр. Ой өрнегімен көмкерілген түскиіздердің дайындалу барысы да үлкен шеберлік пен төзімділікті талап ететін жұмыс. Біздер күз айында қой қырқымда киіз маусымы басталады, сентябрь айында. Ақшыл қойларды қырқып алып, соны бірінші сабаймыз, одан ыстық су қайнатып, соны басамыз, қарпимыз, сөйтіп пішіп, осы киіз үйімізді жабдықтап отырамыз. Текемет басамыз, міне төселген текеметтер бойынша іргелік бар, барлық осы қойдың жүнінен болады да, бояймыз оны. Әйтір сөйтіп, бәрін осы әшекейлеп отырамыз. Кезінде Өзбектің атақты Ялла ансамблінің орындауындағы Үшқұдық әні кеңестер одағына кеңінен тарағаны белгілі. Сол атақты Үшқұдық ауданында біздің қарагөз қандастарымыз тұрып жатыр. Жергілікті халықтың 50%-ын қазақтар құрайтын шағын қалада негізінен алтын кені қазылып, тұз өндіріледі екен. Территориясы жағынан ең үлкен аудан болып табылатын Үшқұдықта бірнеше өндіріс ошақтары бар. Солардың бір қатарын қазақ азаматтары басқаратындығы көңіл қуантады. Өйткені сыртта жүрген ағайын өзінің ұлтына кір келтірмей, еселі еңбекпен биік беделге ие болып отыр. Ал аудан іргетасының қалануына қазақтың ауқатты азаматының рөлі мол болған. Үшқұдық бар.